Бірде бір шаруа адам болса керек, егіншілігінен үйіне қайтып келе жатса, бір үлкен тал жанып жатыр екен дейді. Талдың бір бұтағында жылан өртенгелі тұр екен. Жыланға тіл бітіп: ей адамның баласы, сен де бір Алланың жаратқан бір мен сияқты мақұлығының бірісің ғой, сен мені құтқар, өлсін демесең дейді. Адамның баласы жаны ашып кетіп, қолындағы кекпенін талға қарай созады. Сол кезде кекпенге оратылып кеп жылан жаңағы әлгі адамның мойнына кеп оратылады ғой. Сөйтеді дағыны жылан айтады: енді мен сені шағайында жөніме кетейін дейді. Адамның баласы түсінбей қалады: қалай сонда, менің саған істеген жақсылығыма қылған жақсылығың осы ма? Неге шағасың, мен сені жаңа ғана өлімнен арашалап қалдым ғой дейді. Сол кезде жылан таңырқап: ей адамның баласы, сен білмейтін бе едің? Жақсылыққа жақсылық қайтпайды ғой дейді. Неге қайтпайды? Қайтады. Қайтпайды деймін мен саған. Мен шағайында жөніме кетейін. Тоқта дейді. Тоқта. Сен маған бір мүмкіншілік бер, мен сені ажалдан алып қалдым ғой. Тағы бір Алланың жаратқан үш мақұлығынан сұрайық. Егер де олар жақсылыққа жақсылық қайтпайды десе, мені шағасың. Егер қайтады дейтін болса, мені қоя бересің дейді. Келістік, бірақ бәрібір сенің жеңілетінің ақиқат дейді. Сөйтіп екеуі мойнында жылан оратылған әлгі адам келе жатса, алдынан бір үйдің артында байланып тұрған бір 12 жасар өгіз кездеседі ғой. Міне осыдан сұрайық дейді жаңа әлгі жылан. Сөйтеді өгізден сұрайды: ей өгіз, Алланың жаратқан сен де бір мақұлығысың ғой, айтшы, мына адамның баласы жақсылыққа жақсылық қайтады деп жатыр, сен не дейсің, жақсылыққа жақсылық қайта ма дейді. Сол кезде өгіз тұрып айтқан екен: мен осы жерде туылдым, буыным бекіп күшіме енгеннен кейін менің арқама соқаны жегіп қойып қанша жыл жер жыртты. Енді мен қартайған шағымда, әлсіреген шағымда бұлар мені тым құрыса бір жыл өз еркімен жүрсін деп жіберудің орнына мені бұл шитіп семіртіп жатыр. Ертең семіргеннен кейін сойып жемекші деп әлгі өгіз жылап жіберді дейді. Сол кезде жылан тұрып айтқан екен: ей адамның баласы, көрдің бе, жақсылыққа жақсылық қайтпайды деп едім, міне саған бір дәлелі дейді. Сол кезде әлгі адамның баласы: тоқта, тағы бір екі мақұлықтан сұрайық дейді. Жан керек-ті. Сөйтеді тағы біраз жер жүрсе, алдынан бір үлкен алма тал шығады. Енді ана талда қартайған тал екен. Мына талдан сұрайық дейді. Талдан сұраса, тал тұрып: мен қанша жыл жеміс берді, менің жемісімді бала шағасы жеді, артылғанын сатты, қанша жыл нәпақасын тапты. Енді мен қартайған шағымда, жемісім азайған шағында биылғы жемісімді алып, мені шауып тастап отын қып жақпақшы деп әлгі тал да жылап жіберді дейді. Сол кезде жылан: көрдің бе, жақсылыққа жақсылық қайтпайды, адамның баласы, мен шағайында жөніме кетейін, бір-біріміздің уақытымызды алмайық дейді. Жан керек-ті адамға. Тоқта, тағы бір мақұлықтан сұрайық, өтініш. Екеуі тағы біраз жер жүрсе, алдынан бір қу түлкі шығады ғой. Тоқта, мына түлкіден сұрайық дейді. Сөйтіп түлкіге мән-жайды айтып берсе, түлкі тұрып айтады: сендер не ертегі айтып тұрсыңдар? Мен сендерге сеніп тұрған жоқпын. Қалай тал жанады, сен одан қалай түстің, қалай кекпенге оратылып дейді, маған көрсетіңдерші, мен сендердің айтқандарыңның біріне сеніп тұрған жоқпын дейді. Жарайды, көрсетсек көрсетейік. Мына талға кекпеніңді соз, мен қалай өрмелегенімді, қалай түскенімді көрсетейін дейді. Сөйтеді дағыны әлгі адам қолындағы кекпенін талға созған кезде, кекпенмен оратылып барып талдың үстіне шыққан кезде түлкі: ей адамның баласы, кекпеніңді лақтырды, қаш деп айқайлайды. Адамның баласы кекпенін тастайды да қашады. Түлкі анандай жерде, адам мынандай жерде тұр. Адам құтылғанына қуанып кетіп: түлкі бері кел, мен саған рахметімді айтайын десе, түлкі тұрып: тәй, қасыңда тұрсам кім біледі, менің ұстап алып терімді сылып алатын шығарсың, рахметің өзіңе деп құйрығын бұлаңға бар қарай кетіп қалған екен. Бұдан шығатын қорытынды қандай? Ағайын, жақсылыққа жақсылық қайтпайды емес, қайтады. Ол үшін біздің ниетіміз дұрыс болу керек екен. Біз анадан қалмайық, мынадан қап кетпейік деп жасамау керек. Кез келген істі шын ниетпен Аллаға тәуекел етіп жасауымыз керек. Тойды да көптің батасын алайық деп жасау керек. Жұрттың бәрі той істеп жатыр, біз қаламыз ба деп жасау емес.
немесе жұртқа шашқанымызды жереттей жинайтын кез келді деп жасайды бір кісілер. Жоқ, тойда адам көптің батасын алайын деп жасайды. Тіпті мына ауызашарды да пәленшелер беріп жатыр, түгеншелер беріп жатыр, біз қаламыз ба деп жасайтын да болдық, уақытқа жеттік. Шын мәнінде ауызашарды осы кісілердің аузын ашып, Алладан әйтеуір ауыз аштырғанға ауыз бекіткенмен бірдей сауап береді дегендей, сондай сауап аламыз деген ниетпен болу керек. Бақталастықпен, анадан қап кетпейін, анадан озып кетейін деген ниетпен жасалған жақсылықтан жақсылық қайтпайды ағайын. Сондықтан ниетімізді, ойымызды, іс-әрекетімізді дұрыстайық. Сонда ғана бізге жақсылыққа жақсылық қайтады иншалла. Тағы да осындай қызықты әңгімелер, әдемі қиссалар тыңдағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, жіберіп алмас үшін келесі түсірілімдерді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.